Сөйтіп болса, закупка істеген магазиніміз Кастора супермаркет болып шықты. Ішінде барлығы бар екен. И сувенирный отдел, и там покушать, полуфабрикаты, бухло. И главное, барлығы арзаннан түсті. Мына как раз менің андай жүрген упим магазиным. Бұл жерде де барлық нәрсе бар. Киімнен бастап, носкиге дейін, парфюмерия, бижутерия, очки, мачки, барлығы бар. И ақшаларды әжептәуір нормальный. Басқаларына қарағанда. И осы отдел парфюмерии, косметики, мындай шампунев демекші. Өткендегі алған шампунем маған өте ұнады. Сондықтан осы жерге қайтып келдім. И, возможно, Марвис зубная пастасы бұл жерде арзаныраққа түсетін шығар. Но я особо уже и не надеюсь деп па. Ценалар жақсы. Осы Vital Care деген линияда негізі для окрашенных волос синими частицами, бірақ бұл жерде уже тек қана спрей қалған екен и мынау бальзам. Мне нужен был шампунь деп па. Басқа шампуньдарды қарап шықтым. Вроде ондай анти-yellow, stop-yellow деген нәрсе жоқ. Или там с маркой остановим желтизну для окрашенных волос деген тема жоқ екен. Сондықтан давайте теперь искать духи деп онда. По идее, мына бір гарнирдан бар екен для окрашенных волос. Но оно иісі прям страшный иіс қой. А мен дейтін әдемі иістер жас көретін адамын. Деп қоя салып кем болман кем. Пока что тапқаным осы ғана болды. Из духов. Очень маленький выбор деп па. И, по-моему, для детей деген сияқты по 7 евро. А мына жақтан бастап уже отдел одежда басталады. Сол мысалы үшін футболки 12.99-дан. Көйлектер. Со скидками дейді. Сосын өзімнің анау алғанымда паркқа кіріп жиын бітізем, мына жақтан бар Тигр деген андай көріп қалдым магазинчикте. На канцелярский андай принадлежности 5 евродан осындай прикольный андайлар бар екен, календарики 2025 жылға. Жақта андай Оскар 3,5 евродан. Алайын ба, алмайын ба деп отырмын, но как-то по-детски болмай ма деп. Почему-то мына жақта раздел какой-то готический деп па? Готический или там Хэллоуинға дайындалып жатқан секілді. Тигр деген магазин. Изначально мына жақта духи бар шығар деп жүгіріп келгенмін өзімше. Местного производства. Мына жақта жейтін анау-мынау. Маршмеллоу. Ал мына жақта неше түрлі наушниктер бар екен. Маған ұнап жатқаны 12 евролық. Не екен?
болатын нәрсе ма, болатын нәрсе емес па. Бұл жақта конфетчики неше түрлі. Жалпы осы Термини ЖД вокзалының іші, екінші этаж. Бұл жерге жалпы адамдар келіп, тегін Wi-Fi қолданып, бөлікке кіріп мүмкін. Тамақ ішіп, жалпы отыратын болады. Мен де өзім кіріп алдым, біраз демалайын деп. Жатқан месті бермейді ба? Қазір. Негізі өте үлкен ЖД екен. По крайней мере, іші. Эскалаторлермен. Мына как раз бірінші этажы. Кетіватқан андайларды тексеріп отыруға болады. Платформалар, как всегда. Жағында қанша бутиктер. Басқа жағына Меркато Централе деп те атайды бұл ЖД-ны. Бұл, походу, второй этаж, потому что на жақта және бір этаж бар. Или мына уже как бы подземка болып кетеді. Шикарный бутик. Мындай нәрсе бар екен. Билеттер алатын андай. Терминалчики. Шығатын жер. Жақтан шығатын жер. Негізі официально 4 жерден де шығуы бар екен, или даже 6 жерде. Мына жер, по-моему, самый главный андайсы входы. Потому что мына жақтан басталып жатыр барлығы. 1-ден 2, 1-ден 24 платформалар демекші. Осы? Римдағы 3-ші күнімге пока-пока деп, чемоданымды жинап, метро станцияға барып, арғарай автостанцияға жетеміз, құдай қаласа. Люцернға. Осы келген жерімізден қайтып кетіп, Кастро Претория деген остановкадан Трибутина бас стейшнға дейін бару керек болып тұр. Арғарай пешкаря чуть-чуть, и как раз бас стейшн болады. И получается, осыншыма адам Трибутина станциядан түсіп, жалпы кететін жерлеріне кетейін деп жатыр, жалғыз мен емес. Ура! Сосын осы Риммен, мысал үшін Миландың артықшылығы, осындай бір кіретін шығатын андайларды, турникеттерде, мысал үшін Миланда 2 рет и кіруінге төлін керексің, и шумға төлін керексің. А тут получается, Римда тек қана бір рет төлейсің, кіріп атқанда, ашығып атқанда төлемей ақша бересің. Но баға ретінде екеуі де бірдей 4 евро, сравнительно басқа европейский қалаларға қарағанда двойне қымбат екен. Потому что, по идее, ол 2 евро болу керек де проезд. А тут самых даже 4 с чем-то там евро. Зато это Рим. Италия деп па? Сөйтіп опять шығып, онан кейін Ушчита деген жерлермен кете береміз. Бай. Арғы жерде почему-то андайлар, военныйлер. Не болады қаным беқта. Как будто бы Динара келді. Қаламызды дұрыстап қарайық деген сияқты. Так приятно дейсің ғой. Ну, как раз басында кірген метро андаймыз ғой, знактарымыз. Енді тура кете береміз. Ана жаққа дейін. Или, по идее, даже осы жерден шығып кетуге болады. Бірақ бәрібір ар жағымен жүруге тура келеді. По-любому. Или былаймен айналып жүру керек. Кеватқанда айналып жүрдік. Мынандай керемет зданияның түріне қарап.
дәл қазір болмаса айналмай-ақ кетуге болады. Сөйтіп мінекей шықтық. Енді ары қарай кету керек. Анау бірінші көрінген автобус жаққа дейін. Ну, ориентировочно. Точнее, даже прямо емес, потому что бұл уже басқа автобусная компания. Бұл Flixbus емес, бұл специальный итальянская автокомпания. А менікі ар жақта екен. О, итальянский флаг жақта. Бәсе, что-то слишком жағым болып кетті дейін десем. Немецкая компания там. Так что және алға қарай жүреміз. Айналсасында жұрттың барлығы келіп жатыр Римге. Сөйтіп келдік, домалап. Тек қана алға қарай. Уже екі Flixbustар өтіп кетті. Менікі болмаса сағат 8-де. 1 сағат артығымен келгем, как всегда. Қап кетпейін деп. Сөйтіп ар бірандайды перронмен ұрып тастаған. Біздің автобусымыз. Ана жақта итальянский автобус да бар екен, бла-бла-бла карталар да бар екен. Жалпы бір жерде қандайда табло болу керек, и сол таблоға қарап, и мына қандай сталоға кеп тұратын байқауға болады. Соны қазір іздеп көрсек. И, короче, осы на такой степени ерте келгем соншама, даже көрінбейді тұр ғой мен сталым. Бұндай нәрсеге қарамай қашейін тупаняқ жақта тұра берем десем, тур өткендегідей Париждағыдай, осыған қарамай, осындай қырғын, бірақ ол кезде андай болған. Парковочная остановка для автобусов. Яғни жерде отырып, последний момент неге мен автобусым келмеді деп. Ең басына қарай барсам, а мен автобусым уже кетейін деп тұрды. Соны тоқтатып, арқасынан андай қылып, аштырып, прикол болғамыз. Сондықтан осындайға да қарау керек екен, ойнамай. Қап кетем деген ниетіңіз болмаса.